Нағыз ұбт келетін сұрақтардың бірін талдайық. Алдымызда Тәуке хан билігінің соңында Қазақ пен Жоңғар хандығының шекарасы қай өзен бойымен белгіленді? Өте қиын сұрақтардың бірі. Бұл негізінен сондай 10-11 сыныптың кітаптарының бірінен алынған болатын. Тәуке хан туралы көбірек ақпарат беретін. Тікелей Тәуке хан ол кездегі Қалдан Серенмен соғысқан, соңы Қалдан Бошоқтымен де күрес жүргізген болатын. Қалдан Бошоқтымен көп жылдар бойы соғыстың нәтижесінде екеуінің арасында келісім арқасында Жетісуда осы аймақ арқылы шекара өтетінін белгіленген болатын. Қай өзен арқылы деген кезде мұнда жауаптарын білмесеңіздер, мен айтып кетейін, Шу өзені арқылы бөлген болатын өз шекарасын. Солай Жетісуда жоңғар күштері бекініп, шекарасын ұлғайтқан болатын Шу өзеніне дейін. Сол себепте жауабын Шу деп белгілесеңіздер болады. Ал осындай қызықты сұрақ талдауларын тағы да көбірек көргің келсе, лайк басып кет, менің парақшамна жазыл.